Қолдан жасалған қасірет, асыра сілтеу, ақырып теңдік сұраған, ақ таңдақтар ақиқаты, ұмытылмас жандар. Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасы ұсынады. Саяси дүрбелең жылдары тағдыры талқыға салынған қазақ халқының негізгі арқа сүйер тіректері, қазақтың тек дәулеттері, қазақ байлары. Қазақтың тарихы мен мәдениетінде ойып тұрып орын алатын әулет Оразбай, Аққұлұлы және оның ұрпақтары. Оразбай қажы 1831 жылы өмірге келіп, 1921 жылы дүние салған. Оразбай қажының Шұнай тауының етегінде 4000-ға жуық жылқысы болғанын тарихтан тағы да білеміз. Яғни сол жылқыларын таудың етегіне толған кезде Шұнайым менің Шұнайым. Шұнайды берген Құдайым деген сөз Оразбайдан қалған. Еңбегімен байыған Оразбай Аққұлұлы өте қонақжай, мәрттігі мен жомарттығы жарасқан ерекше адам болады. Ауылының үстінен өтіп бара жатқан жолаушыны көрсе, шақыртып алып, мал сойып күтіп жіберетін. Бүгін ұрпақтары өздерінің аталарын іздейді. Ұрпақтары аталар туралы білгісі келеді, естігісі келеді. Сондықтан да бүгінгі үкіметтің осындай бағдарлама бойынша саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, олардың мәңгі тарихта қалдыру, есімдерін жаңағы ұлықтау туралы мәселені көтеріп жатқаны ел үшін әрине өте үлкен қомақты, сондай қуанышты жағдай. Өйткені ғасырдың басында 100.000-ға жуық қазақ азаматтары қуғын-сүргін көрді. Солардың ішінде 25 мың қазақ интеллигенциясы ату жазасына кесілді. Олардың ішінде біз білеміз қазақтың сүт бетіндегі қаймақтары. Абай мен Оразбай арасында ерекше сыйластық болған. 1901 жылы Оразбай Тұрағұлқызы Ақылияға құда түседі. Ақылия бой жеткен соң Оразбай немересі Саниязбекке тұрмысқа шығады. Алашорда ұлттық мемлекеті құрылған кезде осы Оразбай қажының ұрпақтары меценаттық қызмет жасаған. Яғни Алаш зиялыларына өте көп көмек көрсеткен екен. Мысалы 1908 жылы Әлихан Бөкейхан Семей түрмесінде жатқан уақытта Әлихан халыққа керек адам, халықтың біртуар перзенті деп түрмеде ауырып жатқан кезде сол жаңағы Семейге жақын жерде биені байлап күн сайын бір сабақ қымызды жіберіп отырған екен. Ал енді Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатовтар елге келген уақытта осы жаңағы Оразбай қажының әулеттері ылғи да қолдау көрсетіп, материалдық көмек көрсетіп, ылғи да қолдап отырғаны тарихтан белгілі. Алашорда ұлттық мемлекеті құрылғанда да Оразбай әулеті әрқашан материалдық көмек көрсетіп отырған. Меценаттық Оразбай әулетінің қалыптасқан ата дәстүрі болған. Оразбай баласы Медеу, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатов тағы да басқа алаш арыстарымен жолдас болады. Менің анам Оразбай қажының Медеу деген баласы Біләлдан туады, Ғазыл шешем. Жаңа Анел апамның жас кезімде, енді кішірек кезімде естігенім бойынша апам айтып отыратын. Әлихан Бөкейхановтың Смақан деген інісі Семейге сот болып барады екен. Сол кезде Медеумен негізі дос болған. Сол кезде өздері құшақтасып, кейіннен құда болайық деп өздері келіскен екен. Сөйтіп құда түсіп 25 күймемен қалың малын алып құда түсіп келіп апамды Семейге Смақан төре ағасы ұзатқан. Оразбай қажының Медеу деген ұлына келін боп аттанады. Оразбай қажы әулетінің тағы да бір ерекше атап өтетін, тарихта алатын келелі бір оқиғасы Оразбай қажының баласы Медеу. Оразбай ұлының 1922 жылы Қыдыр тауының етегінде мектеп ашып,
жаңағы қаншама балаларға білім беріп көздерін ашқаны тарихтан белгілі. Биыл сол мектептің 100 жылдығы өтті, тойланды. Ұрпақтары деп бізді құрметпен шақырды. Сол семейге барып қайттық. Ата-бабаларымыз тектілікке үлкен мән берген. Медеудің бір ұлы Саниязбек Абайдың немересімен қосылса, екінші ұлы Біләл Әлихан Бөкейханның туған жиені Әнел жар қызымен қосылуында да үлкен сыр бар. Қуғын сүргін кезінде Оразбай әулеті мыңғырған жылқысын кедей-кепшікке, ағайынға таратып, жан-жаққа қашады. Рассказал мне мой папа. Ему было 13 лет, когда он возвращался с соседнего аула, с гостей. Его встретили односельчане и сказали, что в аул приехали большевики, арестовывают, чтобы он скрылся от них. Папа убежал оттуда. Помогали родственники убежать оттуда. Таким образом он потихоньку прибыл в Бишкек, во Фрунзе тогда. Призвался на фронт в 1941 году. Предложил ему перед боем вступить в партию. Отец сказал тогда, он является сыном бая, на что политрук ответил, что сын за отца не отвечает. Был принят в партию, провоевал, вернулся во Фрунзе. В те времена нам многое не рассказывали. Скрывалось, чтобы нам в будущем не было тяжело. Более подробно мы стали узнавать после развала Союза. Біләл Медеуұлы Алматыға келеді. Көз ашық, көкірегі ояу, тектінің тұяғы халық жауы, жуанның тұқымы деп бәрібір ұсталады. Сол кеткеннен еш дерек жоқ, хабарсыз. Біләл Медеуұлы сондай қуғын сүргінге ұшыраған, Алматыда бухгалтер болып жұмыс істеп жүрген кезінде біреулер көрсетіп түрмеге жабылады. 37 жылы. Содан бері хабарсыз кеткен екен ол кісі. Негізі ол кісі естуім бойынша өлең жазған. Біләл атам туралы анамнан естігенім 13 жасында естиді. Алматыға түрмеде жабылып жатыр екен деп естіп, Алматыға келеді. Тамағын бәрін алып келеді, бірақ жолықтырмайды. Кіре алмай кеттім деп өкініп айтып отыратын. Содан бері хабарсыз ештеңе білмейміз. Оразбай әулеті осылайша ойрандалып, 1931 жылы Оразбай мен Медеу ату жазасына кесіледі. Осы күндерде Қазыл Біләл қызы 5 жаста ғана екен. Қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға сәйкес 1993 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданы прокурорының шешімімен ақталады. Қазыл апамыздың анасы Әнел жар қызына елдегі бір ақсақал төркінің еғаш, бұл елден жақсылық ауды, бірін-бірі ұстап беріп жатыр деген соң, екі қызын жетектеп, елге Қарқаралыны айналып, Шұбартаумен Ақтоғайға келеді. Әлкей Марғұлан осы беказы мәдениетін зерттеп, жанында Оразбай Манап, қазақтың үлкен этнографы, бізде үйде қонақта болатын. Сол кезде жаңағы Әнел жар қызынан сұрайтын. Осы Әлихан Бөкейханов туралы сол кездегі жағдайларды сұрағанда апам айтатын. Болған іс болды, оны қозғап әңгіменің керек жоқ деп. Әлекең 1989 жылы ғана ақталғандықтан, ол уақыттарда Оразбайдың Біләл туралы ешкім жақ ашпайды. Себебі Біләлдің жары Әлекеңнің туған жиені болғандықтан шығар. Сондықтан да бүгінгі ұрпақтың негізгі мақсаты осы тарихты қайтадан ашу керек, тарихты білу керек, тарихқа тағзым ету керек, тарихтан сабақ алу керек. Тарихта оқиғалардың барлығы қайталанып отырады. Сондықтан да енді мұндай нәубет қазақ халқының басына келмес үшін біз
осыдан тағылым алып сол үшін жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын.